Ғалымдар айтады, надан адамның 4 белгісі болады дейді. Надан адамның 4 белгісі. Біріншісі, ол себепсіз ашулана беру. Себебі жоқ, бірақ әйтеуір ашулана береді. Ананда айтты да, менің гормондарым бар, депрессияда мынау деген сияқты сылтауды қойыңыздар. Екінші, ол жалғандыққа ілесу. Мысалы, мына жақта ақиқат нәрсе айтылып жатса, мына жақта жалған болып жатса, жалғандықты таңдап отырады да. Сосын дұрыс жолда емес малын жұмсау. Алла тағалам оған niғмет берді, мал берді, бірақ ол лудоманиямен айналысып кетті, араққа жұмсап жатыр, зинаға жұмсап жатыр, казиноға жұмсап жатыр да. Одан кейін досты дұшпаннан ажырата алмайтын адам дейді. Осы адам надан адам дейді да. Енді, яғни біз досты дұшпаннан ажырата алмайтын адамды, ол Алла бізге дос еді, біз оның дұшпанын бізге дос қылып алдық. Тіпті қараңыздаршы, біз кейде біз айтамыз ғой, Алла маған жәрдем бермей жатыр, мен дұғамды қабыл етпей жатыр деген сияқты айтамыз. Енді ситуация. 3 подружкасыздар. Сөйттіңіздер да, 2 подружка бөлініп кетті, 1 подружка сізге жау болды. Екеуіңіз қатты ұрсып қалдыңыздар, сіз оны дұшпан санадыңыз. Енді бір күні сол екінші подружкаңыз сонымен дос болып кеткен кезде қандай халде боласыз? Өте жаман, иә? Оңбаған сатып кетті, мен жағдайымды біліп тұрып, мен оны жек көргенімді біле тұра, сонымен дос болып кетті дейсіз ба? Енді ойлаңызшы, Алла сізді жаратты, сізге иман берді. Алла, сен жалғызсың, мен саған шірк келтірмеймін, жақсылықты жамандықты сенен ғана, тағдырыма иман келтірдім, болды. Бүкіл сен сынағың бол, сенен ғана келіп жатыр, анау дедіңіз да. Бірақ та кімді танып кеттіңіз? Шайтанды. Енді хал қандай болды? Түсіне беруге болады да. Сол үшінде бұндай нәрселерді Аллаға мысалға келтіруге болмайды. Әрине Аллаға өте мысалдың ең шыңы болса да оған Алла тағаламның құдіретіне лайықты емес. Бірақ дегенмен де біз сезінуіміз үшін Алланы ренжітіп алмауымыз керек та. Алла ренжісе өте қатты жаман болады.